Сәлем жас буын, қалдарыңыз қалай? Сіздерді бастауыш сыныпты бітіріп, орта буынға қадам басуларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер бастауыш сыныпта сауатты жазуға, дұрыс оқуға үйренген боларсыздар, бірақ ендігі оқитын қазақ тіліміз мүлдем бөлек. Бұл тек қана тілді оқытатын пән емес. Қазақ тілі қазақ халқының мәдениетін, салт-дәстүрін жинақтап сақтаушы, оны кейінгі ұрпаққа жеткізуші құрал. Қазақтың сөздерінен ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған білімін, салт-дәстүрін, дүниетанымдық көзқарасын табуға болады. Тіл байлығы, сөздік қор халқымыздың рухани қазынасы екені белгілі. Енді біз қазақтың әрбір сөзін ақпараттың көзі деп, әрбір сөзді ой жеткізетін ғылыми тұжырым деп біле алады екенбіз. Бұл бастаманы бастау үшін біз ең бастапқы қазақ тілінің ең үлкен саласы фонетика атты саладан бастаймыз. Сонымен біздің алғашқы тақырыбымыз ана тілі, тіл дыбыстары. Сабақты бастамас бұрын біз көңіл күйімізді көрсетсек. Бұл жердегі смайликтер арқылы өзіңіздің көңіл күйіңізді таңдап алуыңызға рұқсат. Ендеше дәл осы көңіл күймен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Біз бұл сабақта не үйренеміз? Ең алдымен дыбыстың қалай пайда болатынын, ел болып қалыптасу жолындағы тілдің маңыздылығын, тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан ерекшеліктері жайлы мәліметтермен танысамыз және әр адамға өзінің ана тілін қаншалықты қымбат екенін түсіндіреміз. Бұл жердегі түйебалар инсайт, тәрбие басы тіл. Ендеше бойымызды сергіту үшін алдымен сергіту сәтін ұйымдастырайық. Ояндық па достарым, құлақ түріп тыңдайық, ұйқы келіп кетпесін, көзді ашып жұмайық. Бір айналдық жел болып, екі аттадық көл болып, үш секірдік қоянбыз, төрт секірдік ояумыз. Бүгін дыбыс өтеміз, тіл құпиясын көреміз, дауысты мен дауыссызды мұқият жаттап үйренеміз. Досым, ойланып көрші. Неге көптеген халықтар өзінің тілін ата тілі демей, ана тілі, туған тілі деп атайды? Осы тақырыпта ой жүгіртіп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Бұл туралы айтылған мәтінге назар аударайық. Неге көптеген халықтар өз тілі ата тілі демей, ана тілі, туған тіл деп атайды? Осында бір ортақ заңдылық бар сияқты. Мүмкін сәбидің алғашқы тіл ұстартушы ұстазы ана болғандықтан, және ол жай ұстаз емес, барша жақсылықты бөпесіне арнап, бесік жырын шерткен, ыстық ықыласы мен мейлінше мол мейір шапағатын лебізімен танытқан ана ұстаздың асыл қасиетіне байланысты осылай аталған шығар. Жас нәресте үшін ана тілі ол баста ана аузынан шыққан алғашқы асыл сөз. Оның ана тілін толық меңгеруі алдымен отбасы жағдайынан басталса, бара-бара туған туысқан, көрші қолаң, жолдас жоралармен араласу арқылы ауыл аймақ, ел жұрт ортасында өмір сүруге байланысты дамып, жетіліп отырады. Сөйтіп адам өз тілін өмір бойы өзі өмір сүрген ортадан үйренумен болады. Қай тіл болмасын, оның тарихы, жүріп өткен жолы, даму сатылары болады. Бірақ бірде-бір тілдің жасын тап басып айтып ашу қиын. Өйткені бұл мыңдаған, миллиондаған жылдардың қойнау қырқаларында жатқан сыры мол ғаламат дүние. Бұл жөніндегі түсіндірме сөздікке назар аударайық. Тіл ұстарту, шебер, шешен сөйлеуді үйрену деген сөз. Лебіз, сөйлеген сөз. Қойнау қырқаларында мұндағы мағынасы өте ертеректе. Енді біз өзіміздің нақты тақырыбымызға оралайық. Теорияға байланысты тіл дыбыстары
Бұл жалпы дыбыс пайда болу үшін міндетті түрде ауа кеңістігі қажет. Шыққан дыбыс құлаққа сыбыр, салдыр, тарсыл, үн және тағы да басқа түрде естіледі. Тіл дыбыстары адамның сөйлеу, дыбыстау мүшелері арқылы жасалады және саны шектеулі болады. Олар белгілі бір тәртіппен тіркесіп сөз құрайды. Біздің жалпы дыбыстау мүшелерімізге өкпе, көмей, желбезек, яғни дауыс шымылдығы, тіл, ерін, тіс, тілшік жатады. Дыбыс және әріп. Біз дыбыс пен әріпті бір-бірінен шатастырмауымыз қажет. Дыбыс дегеніміз, яғни дыбыстау мүшелері арқылы шығатын, өзіміз еститін дыбысты жатқызамыз. Ал әріп дегеніміз дыбыстардың жазылуындағы таңбасы. Яғни біз дыбысты естиміз, әріпті жазамыз. Әріп дегеніміз дыбыстың жазбаша таңбасы, дыбыс дегеніміз әріптің естілетін, тыңдалатын дыбысы. Қазақ тілінде 42 әріп бар, оның 28-і қазақ тілінің төл дыбыстары, қалғаны орыс тілінен кірген дыбыстар. Енді бізде өте күрделі әріптер бар. Бұл әріптер и, у, я және ю. Бұл әріптердің күрделілігі олар кем дегенде 2 немесе 3 дыбыстан тұрады. И деген негізінен қазақ тілінде жоқ. Яғни бұл орыс тілінен енген. Сондықтан да қазақ тіліндегі кейбір сөздерді біз және деген 2 дыбыстың қосындысымен айтады екенбіз. Мысалы, қиын деген сөзді біз қиын деп айтпаймыз. Біз оны қиын дейміз. Тағы сол сияқты. Киім дегенді біз деген сөздермен айтамыз. Киім. Тағы сол сияқты біздің тіліміздегі ми деген сөз. Ми. Біз ми деп айтпаймыз, ми деп айтамыз. Енді у дыбысы. Бұл да у, ү деген 2 дыбыстың қосындысынан құралған. Мысалы, су, күлу. Бұл жерде байқағандарыңыздай су деп мен бірінші у деп айттым, я? Су, күлу, күл, ү. Келесі я әріпі. Бұл да қысқа и, яғни басы түртілген и мен а деген дыбыстардың қосындысынан жасалған. Сая, әлия. Келесі ю әріпі. И, у деген 3 дыбыстың қосындысынан құралған. Аю, күйу және тағы да басқасы. Тағы сол сияқты тілімізде өте күрделі дыбыстардың қатарына жатқанмен ешқандай дыбысы жоқ әріптер бар. Яғни бұл жіңішкелік белгісі мен жуандық белгісі. Ал х дыбысы қазақ тілінде бірнеше сөзде ғана кездеседі. Яғни көп жерде қолданылмайтын, сирек сөздерде кездесетін дыбыс. Келесі. Енді осы өтіп жатқан барлық тақырыбымыз, дыбыс, әріп дегеннің барлығы бұл фонетика саласының бөлімдері. Яғни фонетика тіл дыбыстық жүйесін зерттейтін ғылым. Фонетиканың өзін біз 2-ге бөлеміз. Яғни бұл дауысты және дауыссыз дыбыстарды қарастырады. Дауысты дыбыс дегеніміз не? Дауысты дыбыс айтылғанда ауа еш кедергісіз шығады. Дыбыс еркін, ашық естіледі және дауысты дыбыстар буын жасайды. Қазақ тіліндегі дауыстылар а, е, и, о, о, және у. Және қазақ тілінде дауыссыз дыбыстар дегеніміз бұл дауыссыз дыбыстарды айтқанда ауада кедергі жасалады. Яғни ерін, тіл, тіс тоқтайды. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстардың саны шамамен
енді дауыссыз дыбыстарға келетін болсақ, дауыссыз дыбыстар айтылғанда ауада кедергі жасалады, ерін, тіл, тіс тоқтап кедергіге ұшырайды. Бұндай дауыссыз дыбыстарға б, в, г, ғ, д, ж, з, и, қ, к, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ц, ш, ш, ш деген дыбыстарды жатқызамыз. Енді жаңағы кедергісіз шығатын, буын жасайтын дыбыстарымыз, дауысты дыбыстар, оның өзін біз әртүрлі тармаққа бөліп қарастыра аламыз. Бірінші тармақ бұл жуан жіңішке. Жуан дауыстылар ауыз кейін ашылып, тіл артқа қарай қозғалып айтылғанда пайда болады. Жуан дауыстыларға а, о, деген дыбыстар жатады. Ал жіңішке дауыстылар тіл алға қарай жуықтап айтылады. Ә, и. Және еріндік және езулік. Еріндік дауыстылар айтылғанда ерін дөңгеленіп, алға қарай сүйреленеді. Өзі айтылғанда байқалады, және Ал езулік дауыстыларда керісінше айтылғанда ерін дөңгеленбей, жай жазылып тұрады. А, и. Бұл дауысты және дауыссыздың аралас дыбысы. У дыбысы да кейде дауысты, кейде дауыссыз қызметін атқарады. Ашық қысам. Ашық дауыстылар айтылғанда ауыз кейін ашылады, тіл төмен түседі, дыбыс анық және созылып естіледі. Ашық дауыстыларға а, жатады. Байқасаңыздар, бұл жұп дыбыстар. Біз а мен әні жиі бірге кездестіреміз, о мен және дыбысы. Сонда екі жұп дыбыспен бір дыбысты жатқызамыз. Осылай қысқаша өздеріңізге жаттауға ыңғайлы етіп бөліп алсаңыздар болады. Келесі қысан дауыстылар. Бұл айтылғанда ауыз аз ашылып, тіл жоғары тұрады. Дыбыс қысылыңқы жабықтап айтылады. Байқасаңыздар, бұл жерде де өте бір-біріне алмастыруға келетін жұп дыбыстар көрсетілген. Келесі дауыссыз дыбыстар. Дауыссыз дыбыстарда өз ішінен үшке бөлінеді: қатан, ұян және үнді. Қатан дауыссыздар айтылғанда дауыс қатыспайды, тек шуыл ғана шығады. Ф, П, К, Қ, Т, С, Ш, Х, Х, Ч және Ц. Ұян дауыссыздар айтылғанда дауыс пен шуыл бірге шығады. Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З. Ал үнді дауыссыздар айтылғанда дауыс басым болады, шуыл азырақ болады. М, Н, Ң, Л, Р, И. Енді сіздерге арнап жасаған тест тапсырмаларына назар салайық. Бірінші сұрақ: қандай дауысты дыбыс? Дұрыс. Келесі: қандай топқа жатады? Дұрыс. Үшінші: қандай дауысты? Дұрыс. Келесі: П қандай дауыссыз дыбыс? Ұян, қатан немесе үнді? Әрине, қатан. Б қай топқа жатады? Дұрыс. Ұян топқа жатады. Келесі: М қандай дыбыс? Үнді. Қайсысы қатан дауыссыз? Өте дұрыс. Т дыбысы. Г қандай дыбыс? Дұрыс. Ұян.
Сабақты аяғына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Шешен сөйлеп сауатты жазу үшін, тілді қарым-қатынас құралы ретінде жетік пайдалану үшін қазақ тілінің жүйесі бойынша лингвистикалық білім қажет. Сол білімді сіздерге беруге тырысамын, және де бұл білімді алып, өз сауатыңызды ашып, қазақ тілінің жанашыры болады деген үміттемін. Қош сау болыңыз, зейініңіз ашылсын.